Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз құжаттардың түрлері. Сабақты жүргізуші, арнайы пән оқытушысы Абуталипова Күләш Мұқатайқызы. Сабақтың мақсаты оқушыларды құжаттың құрылымымен таныстыру, мәтінмен жұмысқа дағдыландыру, құжатты құруға және сақтауға үйрету. Құжат латын тілінде куәлік, дәлелдеу тәсіл деген мағына білдіреді. Құжаттың жалпы 3 мағынасы бар. Қандай да бір фактіні не бір нәрсеге деген құқықты растайтын іс қағазы, жеке басты ресми түрде куәландыратын төлқұжат деп айтсақ болады, немесе бір нәрсе туралы жазбаша куәлік. Құжаттарды 3 топқа бөлеміз. Біріншісі ұйымдық басқару құжаттары, екінші анықтамалық ақпараттық құжаттар, және үшіншісі қызмет құрамы бойынша құжаттар, яғни әр адамның жеке басына арналған құжаттар. Құжат жасаудың және сақтаудың жүйесі ұйымдық басқару құжаттары болып табылады. Ұйымдық құжаттарға мына құжат түрлері жатады: құрылым және штат саны, штаттық кесте, лауазымдық нұсқаулық, қызметкерлер туралы ереже және құрылтай құжаттары. Енді ұйымдық құжаттарға қысқаша тоқталып өтейік. Штаттық кесте дегеніміз кәсіпорынның мүлкін меншіктенуші, басшы немесе жоғары тұрған орган бекітетін тұрақты қызметкерлер лауазымы атауларының тізбесі. Онда лауазымның саны, жалақы мөлшері, үстемақылар және басқа қосымша ақылар көрсетіледі. Келесі құжатымыздың түрі лауазымдық нұсқаулық. Лауазымдық нұсқаулық кәсіпорын қызметкерлерінің функциялары, міндеттері мен құқықтары айқындалатын құжат. Лауазымдық нұсқаулықты кадр қызметі жасайды, кәсіпорын басшысы бекітеді. Қызметкерлер туралы ереже дегеніміз кәсіпорын жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері, қызметкерлердің еңбекақысы, демалыс беру тәртібі, қызметкерлер мен басшылықтың құқықтары мен міндеттері, жұмыс режимі көрсетілетін құжат. Келесі құжатымыз құрылтай құжаттары. Нысанның меншік иесін айқындайтын құжаттар топтамасы. Құрылтай құжаттарына ұйымның жарғысы, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және банк деректемелері жатады. Құжатымыздың екінші топтамасы ақпараттық анықтамалық құжаттар. Ақпараттық анықтамалық құжаттарға жалпы хаттар жатады, сонымен қатар актілер, баяндау хат, түсініктеме хат, электрондық пошта, анықтамалардың жалпы түрлері, сенім хат, телефон хат, шағым, шағымға жауап, талап арыздар және шағымдану деген құжаттар жатады. Анықтама дегеніміз қандай да бір фактіні немесе оқиғаны сипаттап растайтын құжат. Кез келген анықтама анықталушы және анықтаушы ұғымдарын білдіреді. Акт латын тілінен аударғанда әрекет деген мағына береді. Бұл заңды күші бар ресми құжат. Ол іс-әрекетті, тұрмыс тіршілікті растайтын ресми құжат және лауазымды адамдармен бекітіледі. Құжатымыздың келесі топтамасы жеке құрам бойынша құжаттар. Жеке құрам бойынша құжаттар жалпы қызметкерлердің өздерінің жеке басына арналған құжаттар деп айтсақ болады. Бұларға түйіндеме, өмірбаян, мінездеме, өтініш, еңбек келісімі және бұйрық жатады. Өмірбаян жеке адамның өмір жолы хронологиялық тәртіпте қысқаша жасалатын ресми құжат. Өмірбаянда міндетті түрде азаматтың аты жөні, туған жылы, туған жері, ұлты, отбасы жағдайы, білімі, соның ішінде бітірген оқу орны, қызметі мен жұмыс тәжірибесі туралы, отбасы жағдайы туралы және мекен жайы жазылады. Келесі құжатымыздың түрі түйіндеме. Ол белгілі бір тұлғаның өмірбаяны, білімі, мамандығы, біліктілігі, кәсіптік шеберлігі туралы қысқаша мәлімет беретін іс қағазы.
Түйіндеме француз тілінен алынған термин. Ол айтылған немесе жазылған мәселенің қысқаша түйіні деген мағынаны береді. Мысал келтіре кетейік. Мысалы, мына түйіндемеде жұмысқа орналасушы адамның аты жөні, мекен жайы, телефон номері, емайлы көрсетіледі. Сонымен қатар, үміткер өзі туралы мынадай жалпы ақпарат береді. Білімі туралы мәлімет, жұмыс тәжірибесі туралы мәлімет, тіл меңгеруі, компьютер бағдарламаларын меңгеруі және өз басындағы жеке қасиеттері туралы атап көрсетуі керек. Жеке құрамға байланысты құжаттарымыздың тағы бір түрі ол өтініш. Өтініш ұйымның, лауазымды тұлғаның не жеке адамның белгілі бір мәселені шешуші өкілетті органнан немесе тұлғадан ресми түрде сұрауы, ұсынысы. Өтініш жалпы таза қағазға өтініш сұраған адамның өз қолымен жазылуы тиіс. Қағаздың жоғарғы оң жақ бұрышына адресат, яғни мекеменің атауы мен мекеме бастығының аты жөні жазылады. Өтініш кімнен екені жазылуы керек. Жеке өтініш түрлері сан алуан. Олар жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату, басқа жұмысқа ауыстыру, кезекті еңбек демалысын беру, оқуға байланысты демалыс, жалақы сақталмайтын демалыс, декреттік демалыс, бала күтіміне байланысты демалыстар беру. Жеке құрамға байланысты құжаттардың қатарына жататын тағы бір құжатымыздың түрі мінездеме. Мінездеме түрлі мекеме, ұйым, бірлестік, оқу орындарында белгілі бір адамды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттау мақсатында жазылатын іс қағазы. Мінездемелердің 3 түрі болады. Қызметтік мінездеме, аттестациялық мінездеме және жеке мінездеме. Жеке еңбек шарты дегеніміз қызметкер мен жұмыс беруші арасында жасалатын жазбаша келісім. Еңбек шартына сәйкес қызметкер белгілі бір жұмыс түріне қатысты мамандығына, кәсібіне, біліктілігіне және сол кезеңде орындауға тиіс қызметіне және өндірістің жалпы қызметіне орай айқындалатын жұмысқа қатысты қызметті орындауға міндеттемеді. Жұмыс беруші өз тарапынан қызметкерге жалақысын дер кезінде әрі толықтай көлемде төлеп тұруға міндеттенеді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге мынадай сұрақтар қойғым келеді. Құжат дегеніміз не? Құжаттардың қанша түрі бар? Ұйымдық басқару құжаттарының түрлері қандай? Анықтамалық ақпараттық құжаттардың түрлері және қызмет құрамы бойынша құжаттардың түрлерін айтып өтсеңіздер. Тапсырмасын жазып алыңыздар. Келесі сабаққа мына құжат түрлерін өз беттеріңізше құрастырып келіңіздер. Түйіндеме құрастырасыздар, өтініш жазып келесіздер және анықтама түрін жазасыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.